Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі пайдалы витаминге бай салат, қызылша салатын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керекті заттар қызылша, алма және жержаңғақ қажет болады. Ең алдымен қызылшамызды алып, жақсылап суға қайнатып аламыз. 1-1,5 сағат. Қызылшамыз өте көп қайнайды. Толық піскен қызылшамызды алып, сыртын қабығын аршып, тазалап, теркадан ұсақтап өткізетін боламыз. Теркадан қызылшамызды өткізгеннен кейін алмамыздың сыртын аршып, қабығын тазалап, тоже терканың ұсақ жағымен толықтай алмамызды да теркадан өткізіп шығамыз. Бұл салат әсіресе қаны аз болса балалардың және үлкендердің, көбіне бізде қыз-келіншектердің аяғы ауыр, қыз-келіншектердің қаны аздық болып атады. Сол себепті дәрі, ешқандай витамин ішпей ақ осы салатты жасап қандарыңызды көбейтсеңіздер болады. Анемиямен ауыратындар өте жақсы үй жағдайында және пайдалы болады. Мінекей жаңа өткізілген, теркадан өткізілген қызылшамыз бен алмамызға 2 үлкен қасықпен сметана салып, және де жаңағы орехымызды, жержаңғағымызды ұсақтап алып салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, столға қоя бересіздер. Бұл жерде айта кететін, лимон шырын да қоссаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Ас болсын, видео ұнаса, лайк, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын.